Осыдан 80 жылдай бұрын Мәскеудегі НКВД-ның Бутырка түрмесінде алаш үшін азап шеккен Әлихан атамыз тұтқын анкетасын өз қолымен толтырғанда мамандығын журналист, аудармашы деп көрсеткен. Революциядан кейін қазақтың Алашорда үкіметінің төрағасымын деп тайға таңба басқандай жазып кетіпті. Тізесін бүкпеген, айылын жимаған, ешкімнен қаймықпаған қазақтың талай арысы жапон шпионы деген шаланы азапқа шыдамай мойындағанда жалғыз Әлекең ғана сынбапты. Рухы тасты да шабатын алдаспандай болған ғой. Ленин анкетасында мамандығын журналист деп, Сталин марксист деп жазыпты. Бұл екеуі де негізгі мамандықтары басқа бола тұрса да журналист болған. Ленин Искра газетін шығарып, өзі редактор болса, Сталин бүкіл мақалалары мен сөйлейтін сөздерін өз қолымен жазған. Осы екі тұлғаны да Әлихан атамыз көзіне ілмеген. Әлекеңді әуелі Бутыркаға қамап тастағанда ескі марксист, Сталинге сөз өтетін қарт большевик Маркстің өзі көрген Шелгонов әй көба, кімді тұтқында ұстап отырсың деп босаттырыпты. Әлихан атамыздың үй қамақта болуы да содан. Бірақ ақырында НКВД Нығмет Тұрмақов екеуін бір күнде атып тастаған. Әлихан Бөкейханның Ленинде де Сталинде де бойына теңгермегеніне тағы бір дәлел бар. Ленин Алашорданы ақтап кешірім жасағанда, кейін қазақ елінің атынан Ресеймен келіссөз столына Алашорда үкіметі отырады. Әлекеңнің өзі баратын жөні бар ғой, бармайды. Алаш арыстарының ішіндегі ең жасы Әлімхан Ермековты жібереді. Ленинмен 4 сағат арғасқан Әлімхан Ермеков Қазақстанның осы бүгінгі шекарасын шегелеп, басқа да көп шаруаны тындырып шығады. Сонда Ахмет Байтұрсынов айтты деген сөз бар. Ленин біздің Әлімханмен 4 сағатқа сөйлесуге жарады, осал емес екен, депті. Университетте Ленин 6 тілді біледі деп оқытқан. Біздің Әлихан атамыз 9 тілде еркін сөйлеп, көсіліп жазған. Францияның күні бүгінге шейін шығып келе жатқан Фигаро газетінде француз тілінде 1930 жылы 2 мақаласы жарияланған көрінеді. Шіркін, тауып әкелсе ғой, сонда кім мықты, Әлекең бе, Ленин ба? Амал нешік, НКВД-ның қызыл қасабында құрбан болды. Бүгінгі ұрпақ осы алаш арыстарындай болса екен деп армандаймыз. Мағауия Сембай.